Менің атым доктор Висвамбар Валабханини. Мен Аполло Перумбудиде жұмыс істейтін аға кеңесші интервенциялық пульмонологпын. Бүгін мен бронхоскопия туралы айтқым келеді. Бронхоскопия аты айтып тұрғандай бронхты визуализациялау болып табылады. Скопия бұл процедураның атауы, ал бронх тыныс жолдарының өткізгіш ағашы. Сондықтан мен сіздерге бронхоскопия көптеген өкпе инфекциялары мен өкпе ауруларын анықтауда маңызды құрал екенін, сондай-ақ бөгде заттарды, артық шырышты алып тастауға және оны әрі қарай зерттеуге жіберуге көмектесетінін айтқым келеді. Бронхоскопия бұл күндізгі стационарда жасалатын процедура. Яғни, сіз таңертең ауруханаға жатқызылып, кешке үйіңізге қайтып, үйге жеткеннен кейін әдеттегі өміріңізді жалғастыра аласыз. Сондықтан сізге айта кеткіміз келеді. Бронхоскопия кезінде сізге жеңіл седация берілетіндіктен, анестезиология сияқты тиісті бөлімдерден рұқсат алу қажет болар. Біз мұрын арқылы түтік өтуінің жағымсыз әсерін сезінбеуіміз үшін сізге седация жасаймыз. Седация толық болмайды, сондықтан сіз ешқандай қолайсыздық сезінбейсіз. Сонымен қатар, сізде сал болу болмайды, яғни сізге тыныс алу аппараты қажет болмайды. Процедура басталғаннан кейін оны аяқтауға 20-30 минут уақыт кетеді. Осылайша 20 немесе 30 минуттың соңында біз процедурадан әлдеқайда бұрын жоспарлайтын ұзақтығына байланысты пациент әдетте оянады. Яғни 20 немесе 30 минуттың соңында науқас оянады. Бұл терең седация емес, сондықтан сіз мұны біліп жүріңіз. Яғни бұл жалпы анестезия қолданылатын операция сияқты емес екенін шатастырмаңыз. Бұл жалпы анестезия емес екенін есте сақтаңыз. Бұл процедура көптеген жұқпалы өкпе ауруларын анықтау үшін жасалады. Және процедура аяқталған соң науқас бақылау аймағына ауыстырылады. Онда бірнеше сағат бақылаймыз, кейін тамақ береміз және үйіне жібереміз. Үйіне барған соң науқас күнделікті қалыпты өмірін жалғастыра алады.